Бердібек Соқпақбаев. Қайран, менің Алиман жеңгем. Бибіжамал біздің үйге пенде боп жартпады. Шешем өлген соң, аз уақыттан кейін ол Смағұл тәтем екеуі ажырасып кетті. Біздің үй енді кіл еркек тұратын үйге айналды. Кіл еркек тұратын үйде ешқандай да береке тұрмайды екен. Түтін уақытылы түтемейді, кір жуылмайды, жыртығымыз жамалмайды. Әкем мен ағаларымның біреуісі тезірек үйленбесе болмайтын болды. Бұл жолғы кезек сатылғандікі. Колхозда есепші болып істейтін мырзалауымыз солқылдаған жас жігіт бұрын бұл тәрізді бұғалыққа басы ілініп көрмеген. Бір күні аяқ астынан сатылған үйленді. Нарынқол жақтан түнделетіп бір әйелді алып қашып келді. Аты Алиман. Күйеуі қайтыс болған келіншек екен. Ерінің туыстары әмеңгерлік жолмен қайнағаларының біріне қоспақ болған. Алиман оған көнбеген. Өзінен де гөрі жастау, көрікті жігіт сатылғанмен қол ұстасып тартып отырған. Алиман ақылды да мінезді, биязы жан еді. Жүріс-тұрысы өте сабырлы. Шешек шығып, шұбарлау болып қалған ақшыл өңі сұлу болмағанымен біртүрлі мейірбан, сүйкімді. Қашып кеткен әйелдің соңынан бақан алып қуатын баяғы заман жоқ. Әркім сүйгеніне барады. Қостөбеге аман есен жеткен соң Алиман біздікі болып қала берді. Жоқты бар етіп ұқсата білетін алтын саусақ әйелдер болады ғой. Алиман нақ соның өзі еді. Ас жоқта түтін түтетіп ас пісіреді. Киім жоқта бұрын іске аспай жатқан бірдеңелерді жаңартып киім жасап береді. Ол келді де біздің үйде бұрын болмаған береке, тазалық орын алды. Оның өзімен бірге ала келген біраз төсек орны, дүние мүлкі бар еді. Солар біздің жаман үйді мүлдем басқаша етіп жайнатып жіберді. Даладан кіріп келгенде мен талайға дейін басқа бір үйге кіріп келгендей әсер алып жүрдім. Бұрынғы бырсыған көңілсіздіктің қарасы өшкен. Үй іші тап-таза болып жатқан соң әкем екеш әкем де сырттан аяғын тарп басып кіре бермейтін болды. Етігін тазалап, сүртіп кіреді. Төрге қорқыныштап әзер шыққандай болады. Кешке қарай ұлтарақ шұлғауларын бұрынғыша пештің жан-жағына қоңырсытып жайып тастамайды. Бұрын жоқ жез самаурын, азнаулақ бүтін шыны шәйнек пайда болған біздің үйде. Таза дастархан пайда болған. Бұлар да жеңгем алып келген мүліктер. Жеңгемнің бейпас қолы да тамақты да дәмді етіп істеуші еді. Ол қуырған арпа бидай еш уақытта жалындамайды. Бадырап әдемі қуырылады. Ол тартқан талқан ұндай майда әрі аппақ. Ол пісірген нан алмадай қып-қызыл. Сіз Алиман жеңгемнің қолына бір уыс ұн, бір борша ет қана әкеп беріп қараңызшы. Ол одан не істер екен? Бір үйдің іші лыққа тоятын, дәмі ауыздан кетпейтін ши кеспес деп береді. Жеңгем аз сөйлейтін, дауыс көтеруді білмейді, ақылға да, мінезге де бай адам еді. Киімді таза киінеді. Басындағы жаулығы қанша көрсеңіздер де шаңқадай аппақ. Көйлекті мол етіп әрі ұзын киеді. Үлкен көрсе алдынан қия басып өтпей, иіліп сәлем етіп тұрады. Алиман маған өз шешемдей қалтықсыз мейірбан еді. Бір үйге қыдырып барса, жетектеп ертіп алады. Дастарханға қолым еркін жететін жерге өзінің қасына отырғызады. О, сіз жеңгемнің киім жамағанын көрсеңіз, жыртық киім оның қолынан өткенде бүтін киім болып шығады. Қайдан тапса да киімнің өз түсіне үйлесімді жамау табады. Ол жамаған жамау киімге біртүрлі сән беретін еді. Кәдімгі ақ киізді сырып, ол маған әрі жеңіл, әрі жылы тамаша пимас деп берген есімде. Аяқта бар жоғы білінбей, жұп-жұмсақ. Киіп қалсаң, өзіңнен өзің жүгіргің келіп тұрады. Тап-тұйнақтай әдепті келіннен именіп, әкем енді таңертеңгі шайға ауы мен бауы салбыраған дабы дамбалмен келіп отыруды қойды. Қайран ғана Алиман жеңгем. Қайран демей қайтейін. Біздің сорлы боп жаралған маңдайымызға ол да сыймайды. Алиман жеңгем сатылғаннан 3-4 жас үлкен еді. Әрі бұрын күйеуде болған адам ғой. Біздің үйдің
ел санатына қосылуын көре алмаған іші тар ағайынға енді бірінен бірі қағып әкетуге жарайтын өсектің тозбас тобы табылды. Сатылған жігіт болмай жидіп қалсын. Осы елде қыз құрып қалғандай, бай өлген қатынды алған нес? Өз теңі табылмағандай сарқарын қатынды алып, не басына күн туды? Шешете ме? Әлиманың көрпе жастық дүниесіне қызыққанда. Ағатайымды ағаш атқа мінгізген осы тәрізді шақпа әңгімелер қос төбеде ысқаяқ желде есе бастады. Ағайым қайда барса да құйын болып алдын орап жүргізбеуге айналды. 12-де бір гүлі жаңа ашылған жас жігіт бұған әрине намыстанады. Сатылғанның Әлиманға деген жылы қатынасы өзгере бастады. Тамылжыған әсем жаз, даланың қара жолы, қос ат жегілген салтырлақ жүксіз арбада 2 адам келе жатырмыз. Мен және арба айдаушы. Арба үлгілі колхозники. Нарынқолдың бас жағындағы ағаш тілетін заводқа тақтай алуға бара жатыр. Менің де барар жерім Нарынқол. Нарынқол бұл күнде жаңа құрылған ауданның орталығы. Осы биыл көктемде Кеген ауданынан бөлініп шыққан. Жаңа аудан құрылумен байланысты колхоздардан сауаты бар бір сыпыра адам аудандық мекемелерге қызметке шақырылды. Соның ішінде менің сатылған ағайым да бар. Ол осы кезде прокуратурада хатшы болып істейді. Бала екеуі Нарынқолға көшіп барған. Міне, оқу жылы аяқталды. 4-ші артта қалды. Мен енді жазғы демалысқа шығып, ол күнде Нарынқолдың тұрғыны болған ата жеңгемнің қолына келе жатырмын. Нарынқолды бұрын көрген емеспін. Құдай қаласа бірінші рет көрем. Сүмбеге өкпем жоқ. Мен үшін құтты жер, құтты мекен болды. Биыл да 4-шіні озат бітіріп, мақтау грамотасын алдым. Осы келе жатқанда өзімді оңынан айы, солынан күні туып келе жатқан нағыз бақытты адамдай сезінем. Өйтпейше, мұнда мен мұндай табысты болсам, ана жақта ағатайым анадай қызметтен қызметке өрлеп барады. Бүгін прокуратураның хатшысы, ертең өзі болмасына кім кепіл? Көшір тақырайған шекесін күннен қорғап, қалпағын оқсырайта киген қартаң адам. Мен оның арт жағында бүгінгі ғажап жазды тамашалап, неше алуан қиялға беріліп отырмын. Сонау алыс болашағымда тамылжыған жаз болып елестейді. Мынау төбемдегі көк аспандай тап-таза, мөп-мөлдір, шетсіз-шексіз. Мен қырандай қанат қатып, бірден бірге биіктеп ұша берем. Мүмкін бір кезде дауылға да ұрынармын, суыққа да тоңармын деген ойлар ол кезде басқа келмейді. Ох, шіркін, адам өмірден тек бала болып өтсе, ойын күлкімен етсе, өмірге қалай келіп, қалай кеткенін білмей қалар болса, Қостөбеде біз аялдамақ емеспіз. Кімге аялдаймыз? Ыдырыста Смағұл да бойдақ, колхоздың жұмыс көлігінен олардың еш айырмасы жоқ қазір. Бригадир қайда қуаласа, сонда барады. Ойғырдың бірінде еңбек етіп, жандарын бағып жүрген шығар. Жауыр тоғанда, жер қойнында мәңгілік ұйқыға батып, анам жатыр. Өз еркім өзімде болса, мен соған бұрылып барар едім, қайран анам. Сен көз жұмғалы, міне 2,5 жылы болды. 2,5 жылдан бері мен жетіммін. Жетім деген тажалдай суық сөзді ести, бұл күнде құлағым әбден үйренген. Суық, түнек жердің қойнына, анашым, сен де үйренген боларсың. Шешесі жоқ жетімдер, қолдарыңды көтеріңдер, десе, осы кезде мен бірінші болып қол көтерем. Бұл үшін арланбақ түгіл ойланбаймын да. Жетімдік маңдайыма туғаннан жазылып қойылған сыбағамдай көрем. Әне, адамның көнгіштігі, төзгіштігі солай болады екен. Тек тағдыр басқа салмасын. Басқа салса, біраз бұлғаңдап толайсың да, сосын көк есекше бүлкілдеп жүре бересің. Өз тізгінім өзіме теген кезде, анашым, сенің басың әлі талай келермін. Жүрек қалтама жиналған мұң зарымды төгіп босатармын. Ал әзірге қош бол, анашым, кінәлама. Таулы жердің ауа райы ерке қыздың мінезіндей құбылмалы, жарқырап тұрып, түнере қалуы тіптен оңай. Біз Қостөбеден өткенде күн ашық болатын. Кемерге жеткенде аспан бұлттана бастады. Үкірші жақтан
Жентек-жентек қара бұлттар жел айдап ойнап шықты. Нарынқолға таяу Жағатам дейтін шағын қыстақ бар. Соған тақалғанда тырсылдап жаңбыр жауа бастады. Мына күн қайтет, жауа ма деп арба айдаушы көкке үрейлене қарады. Бала, ана үйге барып паналайық, деді де арбакеш аттардың басын жолдан бұра берді. Оң қол жағымызда қабақшада сыртына әктелген тоқал төбелі оқшаутам үй тұр. Бұл Жағатамнан өткеннен кейін жүксіз арба үй алдына таңқылдап келіп тоқтай қалды. Ши-шидің арасында жайылып жүрген тауықтар да жауыннан безіп қораға кіріп кетіп жатыр. Арбадан секіріп түсіп үйге ұмтылдық. Сыртқы есік ашық, ауыз үйге тасырлатып кіріп келдік. Осы кезде төр үйден кимешек киген әйел шықты. Әлгіні көріп, менің қолқа жүрегім солқ ете қалды. Көзіме оттай басылған бұл адам өзімнің бір кездегі аяулы жеңгем Алиман еді. Алиман да мені бірден таныды. Қайдан келесің, қайда барасың деп жөндеп сұрап жатыр. Айттым. Ал үйге кіріңіздер. Кірдік. Төрлетіңіздер. Төрлетуге біздің құлық жоқ. Үйдің іші тап-таза. Есікке дейін алаша, киіз төселіп тасталған. Алиман ұстаған үй екені бірден ақ көрініп тұр. Үстімізден тамшылаған суды қағып сілкіп, есік алдына беттеле бердік. Ештеңе етпейді, жоғары шығыңыздар. Төрге текемет, оның үстінен ұзынша ат көрпе төселген екен. Мына түрімізбен жүрген жолымызды былғап, оңға барып, соқсиып отыруға бет шыдар емес. Сол араға жақын терезе жаққа жай ғана текеметтің үстіне шөге кеттік. Алиман дәл қасымызға бір тізерлеп ол да отырды. Сол қалпы өзгермеген, жүріс-тұрысы жұмсақ, биязы. Ағаң ауданда қайда істеп жүр? Прокурорда хатшы болып істейді. Алиман деді. Өскен екен деген тәрізді. Жұп-жұмсақ мәсі киген аяқтарын үнсіз басып, Алиман ауыз үйге шығып кетті. Оның соңынан қарай отырып, мен өткен өмірімді есіме алдым. Қайран Алиман жеңгем. Қайтейін, бізге бұйырмадың ғой. Өсекші жұрт сатылған екеуіңді екі жаққа ажыратып сынды. Оның зардабын мына мен тарттым. Біздің үйді үй етіп, ел қатарына қосып едің. Аз тұрсаң да өмір бойы ұмытылмастай талай жақсылық істеп едің. Ақ киізден сырып жасап берген әрі жеңіл, әрі жылы пимаң ұмыт бола ма? Міне шай да келіп қалды. Алиманның шайы осындай, тез қайнайды, сарғайтып күттірмейді. Көңілді таза дастархан, әппақ ақ нан, қант, кесенің түбінен өтіп сүт қайнатып құйған шайы қандай дәмді Алиманның. Таңдайыңа балда татиды. Ішсең, іше бергің келеді. Ауыл әйелдеріне тән инабаттылықты Алиман берік ұстайды. Жаулықты кіршіксіз аппақ етіп киеді. Бір тал шашын сыртқа шығармайды. Қолына күміс білезік жүзік салады. Көйлекті мол киеді. Қараш, шай ұрттауының өзінде қаншама әдептілік жатыр. Ұрттағаны еріннің ұшын ғана тигізген тәрізді. Түк естілмейді. Жауын басылған. Терезеден төрдегі бұрышқа қиғаштап күн сәулесі түсіп тұр. Үйдің басқа жері тұп-тұнық болғанда, әлгі жарық сәуленің іші быжынап ұшып жүрген мың-миллион ұсақ шаң тозаң. Шай құйып отырып, Алиман өз жайын да айта бастады. Кеуге шығыпты. Ері аудандық аурухананың осындағы көмекші шаруашылығында жұмыскер екен. Аурухана осы араға әртүрлі овощ егеді. Бұлар соны күтіп күзетеді. Шай ішіліп болды. Біз енді жүрмекшіміз. Осы кезде Алиман орнынан серпіле тұрып, төрдегі қоңыр әбдіраны ашып, бір орам көкала шыт алып шықты. Құдай жолыңды түсіріп, келіп қалған екенсің, тай мінгізіп жіберерек, шама жоқ. Тым құрыса жиде киіп кет. Ана жылы Сарбастауда оқып жүргеніңде ашумен үстіңнен қара шапан сыпырып алып едім. Қайтейін, қу жоқшылық адамға не істетпейді. Сол кезде сол жеңгем сөйтіп еді деме, шығар есіңнен. Құдай қойса, әлі-ақ адам боласың, адам болды деген міне осы. Көкала шытты Алиман қойныма тығып берді. Жүрегімді талайға дейін жылтып жүретіндей
көп аналық сөздер айтты. Бұл күнде жат болып кеткен адамнан мен дәл мұндай жақсылық, дәл мұндай бейіл күтпеп едім. Ризашылығым өз алдына. Мен Алиманды қимастай боп аттандым. Ағайын, танымал атты YouTube арнама өтіп, тіркеліп, тәлімі мол әңгімелерді тыңдап, лайықты болса лайк басып кетулеріңізді сұраймын. Қазақ тілді арнамды қолдауға шақырамын. Келесі шығарма сіздер үшін.